Бұрынғы бағытпен жүре берсек, Қазақстанның экономикасы осы қазіргі халында қала береді. Ал Қазақстан экономикасы қазіргі халда қала берсе, біз тек қана шикізат шығарып, басқалардың аузына қарап отыратын ел болатынымыз анық. Басқа ұлттарменен біз өзімізді салыстыруымыз керек. Мысалы, грузиндерде бауырымыз қырғыз халықта қандай намыс, украиндерде, басқа ұлттарда салыстыруымыз керек. Таңертең тұрдық па, үйді жинауымыз керек. Үйді жинауымыз, подъезд жинауымыз, үйге қарауымыз, өйткені ол үй, ол біздің үйіміз. Сосын барып көшеге қарауымыз керек. Қаламызға, сосын барып елімізге қарауымыз керек. Өйткені бұл елдің қожайыны біз. Арғымағатта сын болмас, қиған қамыс құлақсыз. Азаматта сын болмас, арты болса тұяқсыз. Айдың көлде сын болмас, жағасы болса құрақсыз дейді Абыл ақын. Болатхан Тайжанды қазақ қоғамына таныстырып жату артық болар. Бұл бейнефильм қоғам қайраткері Болатхан Тайжанның ғұмыр бойғы арыз арманының естілгенін, тер төккен жұмысының жалғасқанын, жас сұлпарда бас тіккен тәуекелдердің өлмегенін көрсетуді мақсат тұтты. Әке аманаты тікелей кіндіктен тараған ұлға ғана емес, тұтас буынға арналғаны айқын. Кез келген әкенің жолы дұрыс деп айтуға болмайды. Ол туыстық, тұрмыстық деңгейде дұрыс шығар, бірақ Болатхан Тайжан ол бір әулеттің, бір аймақтың, керек десең бір мемлекеттің ауқымынан шығып кеткен құбылыс тұлға. Ол кісінің халықаралық дәрежеде, соны кеңес заманында қалай саусақпен санарлықтай қазақ болып, біздің ұлтымыздың сырттағы жарнамасы болғанды білесіз. Сондықтан бұл жерде меніңше лайықты әкенің жолын жалғастырылған лайықты ұл туралы айтуға болады. Принциптері де берілді, мінезі де берілді Бөкеңнің. Кішкене енді Мұхтар әрине ерекше, өйткені осы заманның адамы ғой. Енді Бөкең кішкене былай қатал мінез болса да, бірақ жүрегі өте жұмсақ адам болатын. Мұхтар осы өзінің заманына сәйкес Мұхтардың мінезі тік, істеген ісін Мұхтар аяғына дейін жасайды, қандай қиыншылық болса да, ол жоспарлаған ісін бәрібір бітіреді. Совет кезеңінде орталық азиялық Қазақстан сияқты республикадан шығып, Мәскеудің ең элиталы оқу орнын бітіру де, Кремльдің алқауымен алыс шетелдердегі аса жауапты елшілік, консулдық қызметтерде болу да Болатхан Тайжанды коммунистік режимнің жаршысына айналдыра алмағанын білеміз. Азаттық ала салысымен тәуелсіз елдің халықаралық экономика саласында еңбек жасаған Болатхан қашанда шындыққа тура қарады. Мемлекеттік қызметте болғанда да, қоғамдық іске ауысқан шағында да әділет жағында болды. Мен Қазақстанның елшісі болып жұмыс істеп жүргенде, құпия хабарларымда орыс елшісі арқылы жіберіп отыр деген нұсқау алып отырдым мен Алматыдан. Сонда мен таңғалатынмын. Неге мен
құпия хабарларымды біреудің елшілігі арқылы жіберуім керек. Ол кезде жаспын, 30-ға әлі келген жоқпын. Әкем енді ол кезде біздің саясатымызды сынап жүрген адам ғой. Мен оған неге сынайсың деп сұрақ қоя бердім. Бәрін енді гүлденіп тұр ғой. Мен ол кезде шағын бизнестемін. Міне бизнес жасау үшін шарттар бар. Ол кісі мен ешқашан доғаласқан жоқ. Бірақ сөзбен айтатын, кейін көресің, өзің көресің. Қазақстан бір жақты экономиканы ұстанып отыр, дамытып ұстанып отыр. Ол шикізат шығару. Жалпы Қазақстанда көп тарапты, жан-жақты дами алатын мүмкіншілігі бар экономика жасауға болар еді. Жалпы мына ауыл шаруашылықта, Қазақстанның ауыл шаруашылығында мына еңбек көрсеткіштерін ескерсеңіз, біз 70-80 есе артта жүрміз, ана Европа, Америкада. Өле-өлгенше Қазақстанның әуелі жаңағыдай СССР құрамында, кейін жаңағыдай тәуелсіздік алғаннан кейін де саяси өмірінен тыс қалған адам емес. Өле-өлгенше еліне қызмет етіп кетті. Қазақта бір жақсы сөз бар. Ел қамын жеген ерлердің сөз білген жанда хақы бар дейді. Бұл кісі сол жанкешті еңбегінің арқасында мінекей осындай артына осындай бір жаңағыдай естеліктер айтып отыр. Ел жұрты халқы ұмытқан жоқ. Жаңағыдай ел ұмытпай қайта-қайта осындай азаматтардың рухына тағзым етті. Адамның жаны сүйсінетін бір жағдай сол. Біз қазір Болатхан Тайжан туралы айтқан кезде Мұхтар Тайжанды айтпай, немесе Мұхтар Тайжан туралы айтып жатқан кезде оның әкесі Болатхан Тайжан еді ғой деп ол кісіні айтпай кете алмаймыз. Бұның бір ең бір кереметі осы. Әкем қайтқан кезде мен өзім қатты өзгердім. Шын айту керек, ол кезде ғана мен әкемді оқи бастадым. Сол кезде мен оқып, әбден әкемнің пікірлерін түсіне бастадым. Солай болды. Ал әрине әрі қарай осы Жаңаөзен кезі мені өзгерді. Жаңаөзен оқиғасы көп дүниені өзгертті. Талай үмітті үзді, талай сенімді жойды. Ызалар мен назалар, түңілулер мен қарғыстар естілді. Қаншама құндылықтар қайта бағаланды. Араша мен әділет сұрағандардың алды түрмеге түсті. Әділет іздеген белсенді күрескер қауым қоғамдық комиссия құрды. Сол комиссия қатарында әуелде Руханият партиясы атынан мәжіліс сайлауына ұсынған кандидаттығынан бас тартқан Мұхтар Тайжан да болды. Жазықты болған маңғыстаулық мұнайшылардың үстінен жүрген сот процестеріне тұрақты түрде қатысты. Соттың үкімі бүгін әділет болған жоқ. Себебі мына адамдар алаңда тұрған, ешкімді ұрмаған, ешкімді өлтірмеген, ешқандай бұзықылар бұлар емес меніңше. Сондықтан осындай ауыр үкімі қабылдануына соттың мен өте таң қалдым. Мұхтар бауырымыз қиналған халықтың қасына келді. Сол кездерде Жаңаөзенде, Шетпеде аралап жүрді. Қайтыс болған үйлерге барып, көңілін білдіріп, жылағанды, жұбатты. Жалалы болып сотталып жатырған азаматтардың бәрінің сотына қатысты. Арыша түсті. Шамасы келіншше арыша түсуге, оларға себепші болуға тырысты. Жаралы болып, ауруханада жатып, бірнеше рет ота жасатып жатырған адамдардың да үйлеріне барып, мүмкіндігінше қол ұшын беріп жүрді. Жаңаөзен оқиғасынан кейін 74 жәбірленушінің құқын қорғап, қиналған жұрттың заңдық мүдделерін түгендеген заңгер, адвокат Абзал Құспан
сол шақтардағы Мұхтар Тайжанның әрекетін былайша сипаттайды. Теледидардан, көп жағдайда интернеттен, одан кейін жерде газет беттерінен оқып жүрдім. Көбіне оппозициялық бағытта. Онда да жаңағы сауатты түрде сөйлейді. Қазақша сөйлеуге талпынып жүрді ол кезде. Қазақшасы өте нашар болса да, ол кәдімгі мен қазақша сұхбат алыңыздар деп, журналистер қазақша сұхбат беріп жүрген көзімізден көріп сүйсінгенбіз. Бірақ ойлағанбыз, көп әріге бара қоймас. Қаланың қазағы ғой, асфальттың қазағы ғой деген сияқты ой болған. Көптеген саясаткерлеріміз енді ала жаздай сот процестері өтті ғой. Келеді, бірнеше 4-5 жерде сот процестері болып отырады. Ана жылт етіп мына жерде бір көрінеді, телевидениені алып келеді, телевидение түсіріп алады. Одан кейін жылт етеді де екінші бір сот процесіне барады. Сол телевидение ананы қарап отқандым, бүкіл сот процесіне қатысып жүргендей жаңа қалдырады да. Енді оның арасында жүрген біз білеміз ғой, жұмыс жасап отқан сол жерде. Мұхтар жаңағыдай ондай көзге түсуге тырыспады. Шынымен қабырғасы қайысып, жаны ашып, жай адамдармен сөйлесіп жаңа. Телевидениеға да тіпті ұмтылмай жаңағыдай интервью беруге. Жаңағыдай. Сотқа келсе де арт жағында отырады жаңағыдай. Шын жаңағыдай қабырғасы қайысып жүргенін байқатты да. Сол мені тәнті қылды жаңа Мұхтардан. Содан кейін көптеген материалдық көмек көрсетті. Ол жерін ол ашып айтпады. Әкесі қалай жүрді, ол да солай жүрді. Бірақ әкесі оны айтқан жоқ, сен осылай жүр, өстіп жүр, беттеп, онда ешқашан айтқан жоқ. Бірақ енді әкесінің айтқан, әкесінің жазған бәрі енді көз алдында ғой. Болатхан әкенің жолы, Жаңаөзен оқиғасының дүмпуі әсер еткен. Өзінің айтуында бетбұрыстық өзгеріске түскен Мұхтар қоғамдық іске белсеніп кірісіп кетті. Оның саяси ұстанымы мен принциптері айқын көрінеді, жасырылмайды. Қарапайым жұрт мүддесін элиталық, сарайлық интригалардың екпінімен қорғау емес, ел ортасының бүкпесіз үнін жеткізуге тырысады. Оның шақырулары түсінікті естіледі. Әсіресе соңғы кезеңдердегі геосаяси ахуалды, Қазақстанның халықаралық қатынастағы қадамдарын қатаң сынаудан жалыққан емес. Если нужно будет понести более суровое наказание, я был готов. Но другого у нас выхода нет. У нас либо мы выживем, до конца этого века мы выживем, или не выживем. Вот так вопрос стоит. Бір қарағанда таза саяси қоғамдық астары жоқ сияқты оқиғаларда оның белсене кірісіп кетуі. Мәселен, аймақтарда болып жатқан сот процестері, ұлттық мәселелердің ушығып тұрған жерлері, ол этносаралық бір қақтығыстар, оны білесіздер, барлық жерде көрініп жүр. Және де мына өз басым сол Мұхтармен бірге барып жүрген мына баспанасыз қалғандар жаңағы ұйымдары, олардың аштық жариялау кезінде мысалы Мұхтар өзі азамат ретінде жария қылмай, қасына баспасөз өкілдерін ертпей өзі барып соны жасап жүрді. Оны өзі емес халық айтты. Мәселен, Евразиялық одаққа қарсы шыққан кезде мен білетінім алғашқы концептуалды ғылыми тұрғыдан, практикалық тұрғыдан терең құжатты Мұхтар әзірледі. Әрине, ол ертең белгілі бір ұйымдардың құжатына айналып кетті, бірақ соның алғашқы нобайын, жобасын және жоба болғанда мықты жобаны экономикалық тұрғыдан негіздеп берген Мұхтар. Оны біз мойындауымыз керек. Біз президент Назарбаевтың алдына қазақ қауымы ретінде кәдімгідей талап қойымыз керек. Сіз қазақша сөйлеуіңіз керек, баяндамаңызды қазақша айтуыңыз керек, оны орысшаға аударысын, біздің қарсылығымыз жоқ, бірақ қазақша сөйлеуіңіз керек. Сіз біздің қазақ халқының президентісіз. Сосын егер мойындасаңыз, қазақша сөйлеп, қазақтарды қолдауыңыз керек. Ол сіздің борышыңыз, тарих алдында борышыңыз. Әйтпесе кейін тарих бәрімізге елбасын қоса лағнат айтады. Бір жол мен Бөкеңе мынандай пікір айттым. Бөке, жапондар жаман Жапон деген кітап жазған. Қытайлар жаман Қытай деген кітап жазыпты. Неге ұлтына, өзінің ұлтына көмектесу үшін өзінің жамандығын шығарыпты. Сайран дейді Бөке. Біз болған жоқпыз деді. Қазақты жамандайтын халық бізден басқа жетіп жатыр деді. Біз ол дәрежеге келгеніміз жоқ. Біз алдымен қазақтың рухын көтеруіміз керек. Барлық жақсылығын айтуымыз керек. Мүмкін келесі ұрпақ өзінің біздің жамандығын солар айтатын шығар. Екеуміз бұған асықпайық деді.
Мұхтар Тайжанның ұлттық мүдде тұрғысындағы позициясы әкесінің бағытымен қабысып жатыр. Болатхан ұлттық, тілдік мәселелерде билікке көбірек сын артты. Халыққа мейіріммен қарауға тырысты. Өз сөздерде, үзеңгілестерінің естеліктері де осыны айғақтайды. Ал кіші Тайжан, Мұхтар өз Иә, бабаларымыз мықты болды, оған ешқандай күмән де жоқ. Бірақ қазір біз қалай өзіміз сөзде тұратын халықпыз ба? Сатқындыққа ешқашан бармайтын халықпыз ба? Өзімізді сыйлап жүрген халықпыз ба? Әкем кішкене маған идеалистический көз қарасын беріп қойды. Қазаққа, қазақ халқына. Біз идеальный халық емеспіз. Бізде де өкінішке орай, мен өз басым сатқындықта көрдім. Сөзде тұрмайтында қазақтарды көрдім. Бірақ сөзде тұратында қазақтарды көрдім. Қарапайым. Ешқашан сатылмайтында қазақтарды көрдім. Сондықтан ол барлығы менімше болашақта түзіледі. Халық алдындағы борышты сезіну және сондай бір әділетшіл сезіммен ел ісіне кірісу нақты әрекеттермен бекісе ғана шынайы болмақ. Ал қалада туған адам, әсіресе ауылда жатқан, әсіресе дала жұрты атанған қауымның мүддесін қорғаймын деп шығуы сирек кездесетін жағдай. Ол үшін ауылға өз аяғымен барып танысуы керек. Мұхтар Алтай мен Атыраудың арасын, байтақ Қазақстанды, ондаған мың шақырымды артқа тастап, автокөлікпен 40 күнде аралап шықты. Сайлау үшін, саяси кампания үшін емес, көру үшін, білу үшін. Халқымыздың өмірі осы. Әр облыстардың қазір халқымыз бір жағдайда. Не, мысалы, ауылдарда не су жағынан, электроқуат жағынан, айлық жағынан, не детское пособие бар ғой, сол жағынан ахуал бірдей. Сонымен дәлелдеу үшін осы сапарға шықтым. Ел жұртпен араласуды алдына мақсат тұтты. Былай қарап тұрсаңыз, Алматы қаласында туу өсіп, жағдайы өте, енді сол кездегі немен алып қарасақ, критериймен алып қарасақ, жаңа өте жағдайы жоғары, материалдық жағдайы, не ішем, не кием көрмеген азамат, осы жасы 40-қа келген кезінде қарапайым үйлерге барып, қарапайым дастарханнан ешқандай жаңағыдай оны бір тосырқамай, болмаса жеркенбей, тура сөздің мағынасында емен жарқын араласып, бейне бір сол ауылда туып өскен, шаңында ойнап өскен балалар, адамдар сияқты. Әйтпесе талай сол ауылдан шығып, кейін ауылдағын ауыстасық деп менсінбей жүрген азаматтарды көрдік. Сондай елді бүкіл аралап шықты. Жатсынбады, алыссынбады. Бір ғана мен Оралдың қазағымын, Оралда тұрам. Біздің Орал облысына келгенде де сол жаңағыдай бүкіл мынау Маңғыстау өңірін ол айтуға оңай. Ол ешкімге жаңағыдай жарнама жасап жүрген жоқ ол жерде. Ел мен халықпен етене араласып жүр. Маңғыстаудан бастап Атыраудың бүкіл елсіз ен даланың бәрін өзінің автокөлігімен аралап келіп, шаң-шаң болып келіп оралған. Оралға шаршап келіп отырып, әбеке, енді анау хан ордасына баруымыз керек. Сол жерге барып тәу өтіп кетуіміз керек. Онсыз болмайды дейді де. Мен айтам, мұқа, ол кішкене жата жастаңыз демалыс, сосын ол оңай жер емес. Ол 600 километр, және 600 километр жолсыз жер. Ол жаңа біздің қазақ тарихының бәрі өкінішке орай жаңа ішкі ордада жатыр жаңа. Деп десем жаңа. Онда тұрған не бар дейді да. Мен неше мың дейді, сол кезде 2000 километр дейме артқа тастап келе жатырмын дейді. 600 километрге сендер қиналып отырсыңдар деп. Ұзын сөздің қысқасы біз түскі ас ішіп отқан кездегі әңгіме бұл қарсылап алып. Сол бойда, сол мәзетте шығып кеттік. Ал біздер оралдықтар үшін ол тіпті үлкен азап жол былайша айтқанда. Мұхтар қазіргі қазақ қоғамындағы қарапайым жұртқа, болашақ ұрпаққа қатысы бар
барлық дерлік мәселеге белсене кірісіп, араласып жүр. Оның Ресейдің әскери ғарыштық полигондарының зияны, одан төгілген гептилдің адам ағзасына улылығы туралы ағартушылық, елді ояту бағытындағы қозғалыстың басында болғаны белгілі. Гептилдің адам ағзасына қаншалықты зиян екендігін, қоршаған ортаға қаншалықты зиян екендігін бүкіл қазақ демей қойын, бірақ көзі қарақты оқырман бәрі біліп болды. Осы Астанада қазір қозғалыс бар гептилге байланысты. Сол ең алғашқы мәселені біздер оралдықтар көтерген болатынбыз. Абырой қоғамдық бірлестігін құрдым мен сол кезде экологиялық. Сосын гептилдің бүкіл проблемасын білеміз, жаңағыдай қаншалықты улы химикат екен. Дүниенің барлық жерінде тыйым салынған, тіпті Ресейдің өзінде тыйым салынған. Ал соны Ресейдің зымырандары арқылы қазақ жеріне қаншама төгіліп жатыр. Ол тек қана Байқоңыр ғарыш айлағында емес, біздің Оралдың өзінде әлі күнге дейін гептил төгіліп жатыр. Күні бүгінге дейін неше жыл болды, жылма-жыл қайталанатын көрініс. Сол мәселені көтеру қажеттілігі болды. Мен бірден оған лайықты бір ғана азаматты ғана білдім. Басқа жаңағыдай саясаткерлер емес, басқа жаңағыдай осы экология саласында жүрген жаңағыдай ұраншылдар емес. Өйткені олардың барлығы жаңағыдай бір дивиденд берсе ғана келетіндей адамдар. Яғни саяси дивиденд, бір саяси тұрғыдан бір өзі бір сондай бір елге ат шықса, газет журнал сопровождать етсе ғана келетін білім. Мұхтар айтқандай, бірден келісіп, өзі самолетке билет алып, Оралға ұшып келді. Содан біз ең алғаш рет сол сағат 600 км жерде шаң-шаң болып, бүкіл кемсі туылып жатқан балалардың бәрін аралап, біз соны Мұхтардың көмегіменен республикалық деңгейде сол мәселені көтере білдік. Если вы дружественная страна, пора закрыть уже эти полигоны, потому что это убивает нас. Эти 6 полигонов гептила, я был в Капустином Яре, я был в Байконуре, когда упала ракета, я видел это все. Но так же, как во всех других странах, нужно запретить гептил. В России гептил запрещен, в Америке гептил запрещен. Почему в Казахстане он разрешен? Мұхтар Жаңаөзен оқиғасында соттарда жүріп, кейіннен маңғыстаулық қаза болған азаматтарға ас берді. Ашаршылық құрбандарына арнап ескерткіш ашуды, Мирзаян көшесінің атауын алып тастауды талап етіп, бастама көтерді. Георгий лентасының орнына мемлекеттік ту түстес балама лента шығарды. Оны тұңғыш рет таратқан белсенді топтың ортасында жүрді. Аса құнды тарихи кітаптарды басып шығарды. 9 томдық адай шежіресін тасқа басу осы істегі үлкен бір белес деуге болады. Украина астанасындағы майданға барды. Ресейді, оның сыртқы саясатын сынаудан жалыққан емес. Осы принципшіл, талапшыл ұстанымы оны антиорысшыл, русофоб сияқты сырттан таңған айыптауларға ұласып жататыны және бар. Менімен бірге 10 жылдай жұмыс жасап жүрген Лена деген бухгалтерім бар. 10 жылдай менімен бірге Анатолий деген жүргізушім бар. Мысалға, мен өзім 6 жыл шет елде оқыдым, мысалға. Бұндай адам расист немесе мынандай қалай русофоб бола ма? Мәселе орыс халқында емес деп ойлаймын. Мәселе шовинизмде. Менімше болашақта шовинизм ол нацизм секілді, Жапондың милитаризм сияқты тиым салынады. Өйткені шовинизм саясаты, шовинизм көз қарасы адамдарды өлтіретін бір идеология. Адам өмірінің мәні тек қоғамдық іспен, тек саяси белсенділікпен шектелмесе керекті. Тайжандар әулетінде атадан балаға, одан немереге жалғасқан алтын арқау бар. Мұхтардың қоғамдық саяси жұмыста белсеніп жүрсе де, өз отбасын көптен жасырмайтын бүкпесіз ашықтығы кей жұртқа түсініксіз, бәлкім мақтан боп көрінер. Алайда шын бақыттың айнасы да сонда болар. Өз ар ұятың мен
барлық жерде бір болу. Әкем сияқты және атам сияқты сол адам болғым келеді. Көп нәрселер істеп, сол патриот, менде сол патриот ұқсап, сол біздің мемлекетте тұрып, жұмыс істеп, және көп сол Қазақстан азаматын болғым келіп тұр. Мен бақыттымын. Мен бақыттымын 3 азаматқа байланысты менің бақытым. Бірінші ол әкем, өзім сондай отбасында өскем әкем мен кейін бөкең, екеуінің мінезі бірдей, шындықты жақсы көретін, адал, қарапайым, парасатты адамдар. Үшінші Мұхтар. Осы үшеуі бірінен бірі жалғасып тұр. Осы менің бақытым осы 3 азаматта. Енді мені қарасам, 2 немере да, Санжар да, Ажар да, олардың да қаны бар. Олар да қазір көрсетіп отыр өздерінің мінездерін. Сондықтан менің тілегім енді осы Мұхтардың тілеуін тілеймін, осы 2 баланың тілеуін тілеймін. Осылар әкесінің, атасының атын әрдайым жоғары ұстап, сөйтіп өтсе деймін. Дені сау болса. Менің тілегім сол. Қазақстан кәдімгідей қазақ тұлғалы, қазақ сипатты мемлекет болғанын көрілмей кетінбе деп қорқам. Менің өмірімнің болашағы елімен байланысты. Еліміз қандай болады? Өйткені бүгінге дейін еліміздің алдында 2 жол бар. Бір жол ол Ботсвана, Нигерия, Солтүстік Корея секілді елдерге айналу. Ондай перспективамыз тұр, бар. Екінші жол ол ана Эмираттар секілді, Норвегия секілді бір өркениетті елге айналу. 2 жол бүгінге дейін бар бізде. Менің өмірімді, жеке өмірім, менің отбасымның өмірі де осы еліміздің болашағына байланысты. Мен реализм жақсы көрем. Көреміз, не болады екен. Әрине үмітпен қараймын. Керек болса, еңбегімді салуға әзірмін, еліміз үшін. Қазақта енді адам өлмейді ғой, қайтыс болады. 100% өлмейді. Бәрібір аруақтарға сенеміз. Ол көріп отырады деп ойлаймыз бәріміз. Әкемнің алдында арым таза деп ойлаймын. Бар күшімді салдым. Кейбір жағынан құрбандыққа да бардым. Сондықтан менің ар ұятым, менің арым халқымның да, әкемнің де алдында таза деп ойлаймын. Енді соған сенемін мен.